Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз сіздермен шелпек дайындайтын боламыз. Ашытқысыз шелпекті дайындау үшін бізге 200 мл айран, 4 грамм қопсытқыш қажет болады. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бір жұмыртқа, дәміне қарай шекер қосамыз. Мен 80 грамм шекер қолдандым. Шекер мен жұмыртқаны дәміне қарай 4 немесе 5 граммның көлемінде тұз саламыз. Тұзымызды ерігенше және қозғап араластыратын боламыз. Бүгінгі шелпек жасаудағы барлық қолданылған ингредиенттерімізді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Айранды массамызды жұмыртқалы массамызға араластырамыз. Осы сәтте алдын ала 1 килограммның жобасында ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Күрекшенің көмегімен аз-аздан ұнымызды массаға салып араластырамыз. Қамырымыздың жұмсақтығы орташа жұмсақ болуы қажет. Сол себептен ұнымызды аз-аздан сала отырып қамырды бастыратын боламыз. Ең әуелі күрекшенің көмегіне жүгінеміз, одан соң қолымызбен қамыр бастыруды жалғастырамыз. Құрметті жақсыларым, менің арнамда табыс табуға болатын салат және де ыстық тағамдар калькуляциясы саналған видеолар бар. Дәл сол видеоларды тамашалай отырып, видео рецептке жазылған барлық ингредиенттерді қолдана отырып, табыс табуға әбден болады. Достар, иленген қамырдың үстіне 1 ас қасық сұйық майды құямыз, қамырымызды қайта бастырамыз. Бастырылған қамырымыздың бетін жеңіл шашықпен жауып, 20 минутқа тындырып демалдырып қоямыз. Мінеке 20 минут өтті. Енді столдың үстіне ұн ұрпақтарын себе отырып, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен әрбір бөлікті 80 граммнан бөліп алдым. 80 грамм бөліктер өте кішкентай шелпектер болып шығады. Себебі менің дайындайын деп отырған шелпектерім мини шелпектер. Сіздер өздеріңіздің формаларыңызға байланысты көлемін 120 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатын болып шықты. Сол себептен ұнды себе отырып, шелпектерімізді жайып дайындап аламыз. Дайын шелпектерімізді мата дастарханға орналастырамыз. Ендеше қазанымызды отқа қойып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға дайын шелпектерімізді екі жағын қызарта отырып қуырып аламыз. Мен 300-400 граммның көлемінде сұйық май қолдандым. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өте дәмді, ашытқысыз дайындаған шелпектеріміз дайын болды. Сіздермен келесі видеода тағы да өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған қарлығаш ас болсын.